Қайырлы күн достар. Мен бүгінгі видеомда сіздерге беттегі қара дақтарды кетіретін оңай маскамен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ол үшін бізге лимон, ашытқы және сүт қажет. Ең алдымен бізге 1 шай қасық ашытқы қажет. Ашытқы безеулерді емдеп, беттегі қара дақтарды кетіреді және бетті тазартады. Ал екінші қоспамыз ол лимон шырыны. Бізге лимон шырынынан 2 шай қасық жеткілікті. Оның үстіне 1 шай қасық сүт қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл масканы барлық теріге қолдана беруге болады. Масканы қолданбас бұрын бетімізді макияждан тазартып аламыз. Тоник немесе лосьонмен жақсылап сүртіп аламыз. Егер ондай зат болмаса, бетімізді жылы сумен жуып тастаймыз. Себебі бетімізді тазартқанда бет терісінің тесіктері ашылып, масканың әсері жақсы болады. Масканы ватный дискпен болмаса кәдімгі мақтамен жаға беруге болады. Бірінші қабатын түгелдей жағып болған соң 1-2 минут күте тұрып, екінші қабатын жағамыз. Лимонды бет күтімі үшін ғана емес, бүкіл дене терісі үшін пайдалануға болады. Ол сыртқы күтімге арналған тиімді косметикалық ингредиент бола алады. Лимонның құрамында органикалық қышқылдар бар. Ол тері жасушаларын жаңартады, тері қабатын тазартып, бет терісінің түсін жақсартады. Бетіміз құрғаған соң бетімізді салқын сумен жуып тастаймыз. Маскадан кейін бетіңіздің терісі кәдімгідей жұмсарып, бетіңіздің тартылғанын байқайсыз. Бұл масканы 1 аптада 2-3 рет жасаймыз. Достар, масканы міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Маска ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, каналымдағы маскалардың түр-түрін көрсеңіздер болады. Каналымдағы бет терісіне ешқандай зияны жоқ, өте қарапайым маскалардың түр-түрін жасап көруге кеңес беремін.